Сәлем достар. Сіздермен бірге Салтанат Құрманқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда бүгін пион гүлін тоқып үйренеміз. Ол үшін мен 2 иран жібін алдым. 2 қабаттап. Сіздерге жақсы көріну үшін, видеода жақсы көріну үшін, кішкене қалыңдау болсын деп осындай 2 жіпті алдым. Менің каналыма жазылып, каналымды қолдап, көмектеріңізді тигізе отырыңыздар. Қазір бірінші 3 оралған кольцоға 24 петля столбик без накида тоқимыз. 1 осылай міне. Болмаса былай да алуға болады. Не бір петля тоқыдым, ары қарай 24 петля тоқуымыз керек. Мына жіпті тоқыған кезде мына жіпті осы жерге арасына тоқимыз да. Сосын кейін қазір соединительный петля жасағаннан кейін осы жіптен тартып гүлімізді кішкене қысқартамыз. Пион гүлі қазір міне. Столбик без накида. Без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 петля тоқыдық. Енді жаңағы біздің астындағы жібімізді тартып, кольцомызды қысқартамыз. Осылай тартып
артылғанша тартамыз да. Қысқартамыз. Мына жерден бағанағы ең бірінші петлядан соединительный петля жасаймыз. Мінекей, дайын. Біздің кольцомыз дайын болды. Ары қарай бір петля көтереміз. Сосын столбик. Әрбір столбикке 3 петля столбик с накидом 12 тоқимыз. Столбик с накидом. Әрбір столбикка 3 петля столбик с накидом. Не, накид. Бірінші петля. Осылай. Накид. Петля. Накид. Накид. Мен мына жерде қателесіп кеттім. Қазір. Мінекей біздің кольцомыз дайын болды. Біз осы жерге әрбір петляға 3 петля столбик с накидом тоқимыз. Біздің общий санымыз 12 болу керек. Накид бірінші петляға столбик с накидом. Столбик с накидом жаңағы бірінші петляға мінекей. Жаңағы бірінші петля бір өт оқыдым, но екінші столбик с накидом. Мынау дәл сол жерге үшінші столбик с накидом. Ары қарай екінші петляға, міне, бірінші петля, мынау екінші петля. Екінші петляға накид, столбик с накидом, үшеу, біреу, міне, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Әрбір петляға 3 столбик с накидом. Достар, ары қарай өздеріңіз соңына дейін тоқып шығыңыздар. Содан кейін келесі қатарға келгенде түсіндіремін. Мінекей қыздар, мен көрсетіп өтейін. Пион гүлі міне осылай әрбір петлядан 3 столбик с накидом тоқиғаннан кейін ол осындай формасына келе жатыр, өзінің майысып гүлдің формасы шығып келе жатыр. Қазір мынаны ары қарай тоқып жабам. Әрбір петлядан 3 столбики с накидом.
көтеріп отырамыз. Санап алыңыздар. Міне, бір петляға 3 столбик накидам. Міне, 1, 2, 3. Бұл бір не болып саналады, столбик болып саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Біз 24 петля алған болатынбыз, е? Мінекей, біз мына жерден аяқтадық. Енді біз осы петляны жабамыз. Соединительный петлямен жабамыз. Әрі қарай 3 воздушный петля көтереміз. 3 воздушная петля. Біз енді әрі қарай тоқыған кезде прибавка жасаймыз. Прибавка 3 столбик с накидом. Бір петляға. Міне, бір петля, соған столбики с накидом үшеу жасаймыз. Прибавка деп аталады ол. Накид, бірінші петляға, столбик. Қазір түсіндіріп өтейін. Мына жерде бізде жаңа воздушный петля алған боламыз. Міне мынау. Воздушный петля алдық, е? Осы воздушный петляның бойымен мына тоқып атқан накидіміз бірдей болуы керек. Бір столбик с накидом. Дәл сол жерге екінші столбик с накидом. Дәл сол жерге үшінші столбик с накидом. Бұл біздің пион гүліміздің формасын шығарып келе жатқанымыз. Келесі петляға дәл солай. Жерден воздушный петля жасаймыз. Накид. Накид. Әрбір петляға 3 столбики с накидом. Екеу болды. Үшінші. Не үшеу. Келесі петляға дәл солай. Бірінші столбик с накидом. Екінші столбик с накидом. Үшінші столбик с накидом. Келесі петляға бірінші столбик с накидом. Екінші столбик с накидом.
3 столбик с накидом. Түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай өздеріңіз мына жағына дейін тоқып келейік, содан кейін барып 4-ші қатарды көрсетемін. 4-ші қатарда уже 2 прибавкамен жасайтын боламыз. Бұл гүлді тоқу жолы өте оңай. Айта кетейін, егер де сіздер крючок ұстап көрмеген болсаңыздар, онда менің крючокпен алғашқы крючок ұстап көрмеген адамға сабағым бар. Осы каналда соған өтіп, соны көріп барып, осы гүлді тоқыңыздар. Міне достар, мен мына жерге дейін тоқып келдім. Енді осы жерден соединительный петля жасаймыз. Сосын ары қарай 3 воздушный петля көтеріп, 3 воздушный петля көтереміз де прибавка 2 столбик с накидом 1 петляға жасаймыз. Бағана біз 3 петляға жасаған болатынбыз. 3 столбик жасаған болатынбыз. 1 столбикқа 3 столбик, 2 столбик с накидом жасаймыз. 1, 2. Келесі петляға накид, 1 петля, 1 столбик, 2-ші столбик. Міне тағы да накид, келесі петляға столбик с накидом 1, накид, столбик с накидом 2. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Столбик с накидом, накид, келесі петляға столбик с накидом, келесі жаңағы петляға столбик с накидом, накид, келесі петляға столбик с накидом. Осылай әр петляға 2 столбик с накидом тоқып отырамыз. Соңына дейін тоқып шығарамыз. Біздің гүліміздің формасы міне келе жатыр. Келесі жерге келгенде, келесі рядқа келген кезде 3 воздушный петля көтеріп, прибавка бағанағы алдыңғы тоқығанымыздай 3 столбик с накидом 1 петляға тоқимыз. Сонымен гүлімізді аяқтаймыз. Мінекей достар, мен пион гүлін тоқып болдым. Осы жерден тоқтадым. Мен 2 қабаттап тоқығаннан кейін менде осындай объемный болып шықты гүлім. Негізінде 2 қабаттап жіппен тоқыған кезде көп жіп кетеді. Сіздер 1 қабаттап тоқсаңыздар да болады. Мен сіздерге жақсы көріну үшін осылай жасаған болатынмын. Ары қарай мен дәптерге жазып алғанымды көрсетейін. Бұл пион гүлін оралған кольцоға 24 петля алған болатынбыз. Соны мен сіздерге жазып, осы жерден жазғанымды бірінші ряд
столбик с накидом 12 столбик жасаған болатынбыз. Екінші ряд 3 воздушный петля, прибавка 3 столбик с накидом жасаған болатынбыз. Прибавка 1 петляға. Үшінші рядта 3 воздушный петля, прибавка 2 столбик с накидом болған. Мен осы жерден тоқтадым. Төртінші рядта тоқымадым, өйткені менің гүлім объемный болып шықты. Сіздер егерде бір немен тоқитын болсаңыздар, бір қабатты жіппен, онда төртінші рядты тоқып алсаңыздар болады. Мына жерде түсініктемесін жаздым. Столбик с накидом. Столбик, прибавка 1 петляға 2 немесе 3 столбик с накидом. Соны прибавка деп атаймыз. Мен осы жерде жаңа қолданған болатынмын. Бірінші рядта столбик с накидом болған. Одан кейін екінші рядта прибавка қолданған кезде 3 столбик с накидом қолданған болатынмын. 1 петляға 3 столбик немесе 2 столбик көтерген болатынбыз. Төртінші рядта 3 столбик с накидом. Гүлдің объемный болып шығу үшін. Мінекей менің гүлім дайын. Осындай болып шықты. Маған осы жеткілікті болғандықтан мен төртінші рядты тоқымадым. Өз қалауларыңыз бойынша ортасындағы жіпті тартып, гүлді әдемілеп алуыңызға болады. Маған осы гүл жеткілікті. Енді менің каналыма жазылып, каналымды қолдап өтіңіздер.